Алаш ұстанымының басты мақсаты ұлттық демократиялық мемлекет құру. Оның негізі Әлихан Бөкейхановтың жіктеуі бойынша бірінші жер және жер. Жер отан. Жер ұлтқа дамуына, азықтануына, киінуіне, тілін дамытуға, өнерін бірлестіруге, ортақ идея арқылы ұлт болып қалыптасуына мүмкіндік беретін кеңістік. Сондықтан да жер бар алаш азаматтарына ортақ. Және жерді жеке меншікке сатуға болмайды. Өйткені сонау заманнан бері бұл жер үшін исі көшпенді жұрт қазақтың ата бабалары күресіп келген дейді. Сондықтан жер қасиетті, жер сатылмайды дейді.